Дарынды балаларға арналған облыстық мамандандырылған мектеп-лицей-интернатының 10-шы Б сынып оқушысы Саматұлы Нұрасыл. Менің таңдап алған номинациям ол бізде Қазақстанның 7 кереметі номинациясы. Сол номинацияға байланысты мен Жоңғар Алатау мен Каспий теңізі аралығында туристік бағыт ұсыну тақырыбын таңдап алдым. Жалпы менің жұмысым бұл туризмді дамыту, сондай бағытқа арналады. Және де менің жұмысымның өзектілігі ол Қазақстандағы туризмнің артта қалу мәселесі және еліміздің жалпы ішкі өнім көлемінің аздығы, өте көрікті жерлер бола тұра, сонда да оны қолдана алмау әрқашан біз үшін өзекті мәселе болып келеді. Ал жұмысымның мақсаты Қазақстандағы туризмді дамыту, жаңа жұмыс орындарын ашу, бизнеске үлес қосу, сол арқылы экономикалық көрсеткіштер мен кірісті көбейту. Сол үшін жаңадан көптеген туристік бағыттарды ашу болып табылады. Ол жалпы осы туристік бағыт деген не? Туристік бағыт бұл туристердің саяхаттауына арналған белгілі маршрут немесе жол. Ол табиғи, тарихи, мәдени және рекреациялық орындар болуы мүмкін. Жалпы осы менің ұсынғым келген 3 аймақ бар. Ол Айрақты Шоманай шатқалы, Үстірттің батыс бөлігі және Жаманадыр тауы болып табылады. Әрқайсысына тоқтала кетсек, Айрақты Шоманай, біз Айрақты Шоманай алқабы, яғни Маңғыстауда орналасқан және ол өте әсем, көрікті таулар. Бұл Маңғыстауда өте көрікті таулардың бірі болып табылады және алыстан қарағанда бұл таулар мұнаралы мен бекініске ұқсайды. Жалпы Үстірттің батыс бөлігі бұл Үстірттің төңірегіндегі жазықтан тік жарлы кемер бойынша көтерілген және үсті жалпақ жазық дөңгек күйіндегі тау болып табылады. Көптеген адамдар Үстіртке барса да, оның батыс бөлігіне қатты мән бере бермейді. Жаманадыр тауы абсолюттік биіктігі 636 метр болып табылады. Және де доға тәрізді тау болып келеді. Жалпы Жаманадыр тауында көптеген туристер демалыс түрлерімен айналысады. Мысалға, белсенді демалыс түрі тауға өрмелеу деген сияқты демалыс түрлерімен айналыса алады. Жалпы менің ұсынғым келген негізгі демалыс түрлері ол бізде тарихи ескерткіштермен танысу, экотуризм, белсенді демалыс, қалаларды аралау. Тарихи ескерткіштерге тоқталсақ, осы мен ұсынған бағытта саяхаттау кезінде көптеген тарихи ескерткіштермен танысуға болады. Соның бірі Бекет ата жерасты мешіті, Маңғыстауда құлпытастар, таңбалы петроглифтер, Шопан ата жерасты мешіті және де көптеген басқа да тарихи және басқа да көптеген жерлер бар. Жалпы осы менің жобамда іске асырудың жолдарын ұсына кетем. Ол маршруттың инфрақұрылымын дамыту, демалыс орындары, гидтер, жол көрсеткіштерді орналастыру, және туристік агенттермен серіктестік, яғни арнайы саяхат пакеттерін жасау. Яғни туристерді осы жерлерге шақыру, маркетинг, әлеуметтік желілерде жарнама, фото, видео түсірілімдер, қоғамдық қолдау, жергілікті халықтың қатысуы және көмек білдіру, онлайн брондау жүйелеріне арналған қосымшалар. Осындай көптеген іске асыру жолдары бар. Жалпы қорытынды, бұл бізде туризм тек демалыс емес, ол экономиканы жандандыратын, мәдениетті дамытатын, инфрақұрылымды жақсартатын, денсаулық пен экологияны сақтайтын жаһандық құбылыс. Сондықтан оның өзектілігі жыл сайын артып келеді. Туризм халықтың өмір сүру деңгейіне, денсаулығына әсер етеді. Сондықтан да туризм өте маңызды және де елдің дамуындағы бір көрсеткіш болып келеді. Сол үшін де туризмді дамыту керек және де көптеген жаңадан туристік бағыттарды қосу керек деген ойдамын. Назарларыңызға рахмет.